Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте нәзік болып шығатын, оңай дайындалатын осындай кекстер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды шағып алып, оның үстіне қант қосып, осылай венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Одан соң біздің жұмыртқалы массамызға сүт пен сұйық майды қосамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызбен осылай қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосып, біркелкі араластырып аламыз. Сосын біздің жұмыртқалы массамызға ұнымызды осындай қасықпен бірнеше бөліктерге бөліп отырып, қосып араластырамыз. Егер сізге менің видео рецепттерім ұнаса, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Кексті пісіру үшін осындай силиконды форма қажет болады. Егер кексті қаласаңыз, осылай силиконды форманың өзіне пісіріп алсаңыз да болады, немесе мен сияқты бір ретті қолданылуға арналған қағаз формаға пісірсеңіздер де болады. Қамырымызды осылай қатты толтырмай құйып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта осылай пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте оңай дайындалатын, нәзік болып шығатын кекстеріміз дайын. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.